балаларын доғарды. Мен Шерзатты ұрып жатқан кезде мен ол кезде кімді ұрып жатқанын көрген жоқпын, бірақ Шерзат жатты, қозғалып жатты. Одан Нұрғанатты досым бар бір тепкен кезде сол кезде бардым, Нұрғанат сол кезде қозғалып жатқан. Нұрғанат Гайпаев қозғалып жатқан. А екінші адам? Бірінші құлаған Шерзат, екінші құлап жатқан ол Нұрғанат. Сол кезде көрдім екеуі қимылдап жатқандарын. Сол жерде топқа қатысушылардан бөлек, жәбірленушілерден бөлек, өткінші адамдардан біреуден қойыңдар деген дауыс естідіңіздер ма? Көршілер, өтіп баратқан адамдар. Өткені жан-жақ шу болып кетті, айғай шу. Мен онда естіген жоқпын. Анасы нақты не деп айқалады? Анасы қойындар деп айқалып жатты сол кезде. Анасы қойындар деп айқалып жатқан кезде топтағы адамдар қойды ма? Мен айтып тұрмын сізге, ол кезде әйел адам болды, қойындар деген кезде, балалар Нұрбол төмен қарай түсіп кетті, қалған балалар да төмен қарай түсіп кетті сол кезде, сол уақытта. Бәріміз отырып төмен қарай түсіп кетті, мен қарай машинам жоқ, и отырып кетіп қалдым. Жаңа бір сұрағыма жауап бермей кеттіңіз. Немен соққы жасады деген сұрақ қойдым сізге. Мен Нұрболды аяқпен бір мәрте тепкенін ғана көрдім. Ол немен соққы жасап жатқандар мен өзім оны көрген жоқпын. Бір жағынан өзім аршалып жатқан кезде қалай соққы жасап жатқандарын мен мән берген жоқпын, көрген жоқпын. 4 қазан 2024 жылы, бұл бізде 2-ші том 77-ші парақта. Қорғалуға құқығы бар куәдан жауап алу хаттамасына сәйкес, құрметті сот, оқи берсем. Сіз Нұрболдың көлігімен Алмалық ауылына қарай барып тоқтап, көше бойы Нұрболдың көлігін қалдырдықта қаша бастадық деп жауап берген екенсіз, иә? Не үшін және кімнен қаштыңыздар? Бізді сол ауылда біз Нұрболмен квартирасы жағын тысып баратқан кезде бізді патрульіне қуалады. 500 метр ғой деймін, көп емес. Сосын патрульіне тоқтады, мен ойладық, артымыздан қаржабай келді ма деп бір жағын шошығаннан кейін Нұрбол кетіп қалды. Мен өзім аяғым сынғаннан кейін мен жүгіре алмаған мақсатымен мен сол жерде ұсталдым. Өйткені мен шошыдым, аяқта мылтық атылды, бір жағынан қандай жағдай болған. Сотталушы местен қалай ұстағаныңызды сұрап тұрған жоқ. Не үшін және кімнен қаштыңыздар дедім? Мен қаржабай деп ойлап қалдым сол жерде, мақсат қаржабай деп. Одан кейін 10 қазан 2024 жылы 10 том 88-ші парақ. Бізге керегі 93-ші парақта. Күдіктіден жауап алу туралы хаттамаға сәйкес автокөліктен бәріміз сыртқа шықтық, сөйлесе бастадық. Сол жерде тұрған жігіттердің барлығы маған мойныңа аласың деп айтты дегенсіз, иә? Нақты нені мойныңа аласың деп айтты сонда? Мен сол сұрақта маған тергеушілер маған видеорегистратор көрсетті. Мына жерде саған біреу бірдеңке деп жатыр ғой. Біреу бірдеңке. Мен айтам, мен балаларға Нұрболға түсіндіргендей мен балаларға түсіндірдім. Мен жігіттер, ол жерде мен балаға тоқтаған жоқпын. Мен балаға ешқандай балаға сөз сөйлеп, болмаса әкесіне балаға сөз сөйлеп, болмаса ондай мақсатта мен ешкімге ештеңе деген жоқпын. Соғыс аяқ асты басталып кетті деген мақсатпен айттым. Ана жерде тергеумен анықталатын кезде маған білмеймін, мойындайсың ба, мойындамайсың ба деген сұрақтар қойылды ма, қойылмады ма. Бірақ мен осындай солай ғана сұрақ маған қойылған шығар деп мен солай жауап бергем. Сіз сұрақ түсінген жоқсыз. Мойындайсың ба, мойындамайсың ба деген сұрақ болған жоқ бұл жерде. Сол жақта қашып кеткен кезде автокөліктен бәріміз сыртқа шықтық, сөйлесе бастадық. Сол жерде тұрған топтағы жігіттердің барлығы маған мойныңа аласың. Бұл жерде қызметкер туралы сұрақ қойылған жоқ. Мен сізге айтып тұрмын, ол уақытта олар маған видеорегистратор көрсетті. Мен сотталушы тұра тұрыңыз. Толық оқыңызшы сол сөйлемді. Істің бетін айтыңыз. Іс беті. 10 том 93-ші парақта бізге керек жері. Автокөліктен бәріміз сыртқа шықтық, сөйлесе бастадық. Сол жерде тұрған жігіттердің барлығы маған мойныңа аласың деп айтты. Осымен сөйлем аяқталды.
Мен оларға пышақта бір жері сынған болса, мойныма өзім аламын деп айттым. Олар сол жерде пышақтап тастадық деген әңгіме мүлде болған жоқ дегенсіз. Сонда, ондай әңгіме болмаса, нені мойныңа аласың деп айтты сізге? Мен айтып тұрмын ғой, мен балалар тастайтын кезде, мен өзім құсып, жүрегім айналған соң құсып тұрғам, маған Нұрбол отыр деп отырған емен, отырып кетіп қалдым. Бірақ енді маған айтып тұрмын ғой, неше түрлі сұрақтар қойылды, маған жоқ заттарды айтып, мен ол кезде не айтып, не қойған білмеймін, айтып тұрмын ғой сіздерге. Өйткені мен өзім бізді ЕВС-ке қалай әкелді, ал келгеннен кейін үйі жанып кетті деген әңгімелер естідім. Мен өзім шошқан түрде болдым. Қандай сұрақтарға не деп жауап бергенін мен айтып тұрмын ғой, толық мен айта алмаймын. Ол кезде толық келіспеймін ол сұрақтарға. Жарайды. 25 қазан 2024 жылы 20 том 137 парақта басталады. Керегі 138 парақта. Жәбірленуші Бишімбаеваның беттестіру хаттамасына сәйкес, жәбірленуші Бишімбаева қарсы отырған Аскентайдың қолында пышағы бар болды. Және оны сермеп, Нұрғанатқа бірінші жабылып ұрды деп жауап берген. Осы бойынша не айта аласыз? Мен қолымда пышақ болған жоқ. Мен ол кісіге сол кезде айтқан, менде қолымда пышақ болған жоқ. Мен сіздің жауаптарыңызға мен келіспеймін деп ол кісіге мен айтқан болатын. Ол кісі ол уақытта білмеймін, төбелес арасында мен пышақ көрдім ме, көрмедім ме, бірақ ол кісіні мен бір-ақ уақытта көрдім. Сол Нұрғанат жерде жатқан кезде қойындар деген жерде ғана көрдім. Мен қолымда пышақ болған жоқ ол кезде. 15 қазан 2024 жылғы 13 том 154 парақ. Бізге керегі 157 парақта 2 абзацта. Күдіктіден жауап алу хаттамасына сәйкес, алайда сатушы өзінің баласы мені себепсіз ұрғаны үшін кешірім сұрап, чекті көріп, ақшаның төленгеніне көзі жеткеннен кейін, сол сәтте татулассаңыздар, неге сол беті кетіп қалмадыңыз? Біз айтып тұрмын ғой, біз Нұрғанат маған менен кешірім, Шерзат та кімде ол кезде біз татуласқанбыз, екінші рет айналып келіп, біз чегіміз көрсетіп, дәлелдеген кезде Нұрғанат менен кешірім сұрағаны рас. Нұрғанат менен кешірім сұрады, бала дұрыс түсінбей қалған ғой, өзім кешірім сұраймыз. Полиция шақырмақ қояқ, 24 сағат ертең осында болам, дұрыстап сөйлесейік. Білесің ғой, полиция келсе не болады? Мен айтам, полиция маған да керек емес, проблема керек емес. Нормально сөйлесіп тұрғанбыз, сол уақытта ғой Қаржабай өз-өзімен оқталып шықты, пышағын алып. Сол уақытта білмеймін, сіздерге қалай оны түсіндіремін. Видеоматериалда біздің іс-әрекетімізді бәрін қарасаңыздар болады, видеоматериал бар болса. Енді сұраққа жауап беріңізші, бәрін айтып тұрсаңыз. Не кедергі келдірді сізге бұрылмай, ешкімге хабарласпай кетіп қалуға? Мен айтып тұрмын ғой, мен досымды ғана шақырдым, досымды мен кеп мені алып кетші деген мақсатпен ғана шақырдым. Жақсы, келді алып кетуге. Неге отырып ары қарай кетіп қалмадыңыздар? Енді ол жерде айтып тұрмын ғой, досыма да өтірік жала жауып жатыр, мынаяқта маған да жала жауып жатыр. Мен просто бардым да, аға, мен ақшамды төледім ғой деген мақсатпен ғана бардым. Ол мақсатқа мен ондай артық ойым, ұрып соғу ондай ойым болған жоқ. Мен барып просто өзімнің іс-әрекетімді сол жерде дәлелдеп айтайын дегем. Мені қарыз болмақ қойын деген мақсатпен мен ол кісіге айттым, түсіндіріп айтайын дегем. Ал ол кісі басқаша, сол күні мен басқаша түсінді. Яғни сіз қазір сізден кешірім сұраған мойындап тұрсыз. Жаңа сот отырысы басталатын кезде неге онда сотқа айттыңыз? Ешкім кешірім сұраған жоқ, бізде ондай әңгіме болған жоқ деп. Мен айтып тұрмын ғой, менен Қаржабай кешірім сұраған жоқ. Мен Нұрғанатпен менде очный ставка болайын деген. Сол күні Нұрғанат басқашалап айтып жатқаннан кейін мен өзімнің іс-әрекетімді айтайын деп едім. Нұрғанат мені боқтап, содан бізді процесс бізді өзі жіберді. Он ретте ма? Нұрғанатқа менен біздің сөйлесіп тұрғанымызды, нормально сөйлесіп тұрғанымызды, сен кешірім сұрағанды мен оған айтайын дегем. Сосын ол тұрып, олай болған жоқ. Боқтағаннан кейін боқтап, сосын бізді процесс сөйтіп шығарып жіберді Нұрғанатты сөйтіп. Мен сөйлеп, мен өзім айтатынмын, сол кезде Нұрғанатқа сөзін жеткізе алмадым. Қалай болғанын, екеуміз татуласқанымыз туралы, сөйлескеніміз туралы. Қаржабай ол кезде менен ол кезде кешірім сұраған жоқ. Нұрғанат менен кешірім сұраған рас.
Яғни сұрап тұр кешірім жәбірленуші тарапсыз. Жақсы, келесі сұрағыңыз. Келесі сұрағыңыз. Қой тұрыңыздаршы, мен болайын да. Сіз топтағы адамдарды шақырмаған кезде, уақытылы тоқтаған кезде бұл оқиға орын алар ма еді? Мен айтып тұрмын ғой, балаларды мен шақырған жоқпын. Балалар ол кезде келді, ол ұрып соғат мақсатпен келген жоқ. Бір-бірін танитын шығар деп ойладым, магазинге келген шығар деп ойладым, сөйлесіп тұрды. Мен ондай мақсатпен ешкім шақырған жоқпын мен ол жерге. Досымды шақырды, мен алып кетші деген қалған балаларды айтып тұрған жоқпын, Тоқтабаев Нұрбол келгенді айтып тұрмын. Мен айтып тұрмын ғой сізге, мен ондай ой болған жоқ. Ескертулеріңіз болса, Келебаев, сотқа айтсаңыздар. Мен өзіне ғана емес. Жақсы. Аяғына дейін тыңдайықшы, мемлекеттік айыптаушы жауабын. Отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Мемлекеттік айыптаушы ескерту жасалды. Жауабын соңына дейін тыңдайық. Жақсы, қабылданды. Сізде қандай ескерту? Егер сондай болып жатса, өзі жауап бере алатын шығар? Жоқ, өзі жауап. Бұл кісі қазір айтып отыр ғой. Егер сіздер кетіп қалғанда сондай. Мен сотталушымды қорғауымдағы Аскентайды шатастырып отыр. Ешкім сізден кешірім сұрамаған деп. Біз бұл жайлы Қаржығобайға байланысты сұрақ қойғанбыз. Нұрым жайлы болмаған. Даусын көтеріп, мына жерде қысым көрсетіп отыр. Сол қарсымыз Қаржығобай мен Нұрымов бір адам. Тыныш. Тұра тұрыңыз. Ауыстыруын сұраймын мемлекеттік айыптаушы. Қарсылық білдіріп отырсыз? Қарсылық білдіріп отырмыз. Жақсы. Сотталушы, отыра тұрыңыздар. Сот мемлекеттік айыптаушыға қатысты адвокат Ержановпен берілген қарсылықты қарауға көшеді. Өзіңіздің қарсылығыңыздың мәнін айтып жіберсеңіз. Құрметті сот, енді бәріңіз тыңдап отырсыздар. Сұрақ қойған кезде жаңағындай сұрақты бұрмалап қойып отыр. Онымен қатар жаңағындай қысым, дауыс көтеріп сөйлеп отыр. Жаңағы сұрағын ешкім сізден кешірім сұрамады деп сондай сұрақтар енді құрметті сот орынсыз деп есептеймін. Себебі жаңағы ол сұрақтар қойылған, нақты жауап берген. Сол бойынша қарсымыз, ауыстыру сұраймыз мемлекеттік. Енді қазір сондай жауап беріп отыр. Енді басқа сотталушылардан кейін қазір жауап алады. Соған мен қарсымын, құрметті сот. Жақсы. Басқа. Аудармашы микрофон. Уважаемый суд, ссылаясь на статью 88 УПК РК, вы прокурор области ЖТСО, да? С отсылкой на 87 статью основания отвода. Данное уголовное дело находится по подследственности на рассмотрении суда по территориальности Алматинской области. И ввиду этого, ссылаясь на данные статьи, прошу заявить отвод прокурору. Қаралып жатқаныңыз, Уважаемый суд, еще Қазір можно... тұра тұрыңыз. қаралып жатқаныңыз Алматы облысы бойынша прокуратураның қарауында болғандықтан қылмыстық процессуалдық кодекстің және атаған бабына сілтеме жасап, сізге қарсылық мәлімдеймін. Прокурорға қарсылық мәлімдеймін. Адвокат Баймұханова Қалиахметтің мүддесінде. Құрметті сот, мен аталған өтініш хаттың қанағаттандыруын сұраймын. Себебі алдыңғы сот отырысында да аталған Жетісу аудандық прокурорының көмекшісі осы жерде жәбірленуші тарапымен непроцессуальный контакт дейді ғой. Процессуалдық емес тәртіпте жәбірленушілердің өкілдерімен бірнеше рет сөйлесті. Мен ол бойынша ол кісіге өзімнің нақты кіммен екен айта аласыз? Нақты Аманқос Бағдат есімді жәбірленушінің өкілімен, сондай-ақ екінші кеше қатысқан әйел адам Ашырбаева, сол Ашырбаев, қазір нақты фамилиясын айта алмаймын, құрметті сот. Сол кісімен осы жерде сөйлесті. Мен ол прокурорға осы жерде өзімнің ескертпемді айтқам. Сонымен қатар, құрметті сот, бүгінгі сот отырысында біз нені байқадық? Бүгінгі сот отырысында жаңа жедел уәкіл қызметкерін сұраған кезде де ол кісінің жауаптарына күмән келтірді. Сонымен қатар, ол бейне жазба іске тіркелді, дәлелдеме ретінде танылды. Прокуратура істі сотқа қылмыстық процессуалдық кодекстің 3-ші бабының негізінде жолдау барысында іспен толық танысқан болатын. Және тергеу органдарының шешіммен келісіп істі сотқа жолдаған болатын. Бірақ та қазіргі уақытта сот отырысында
прокуратураның қабылдаған шешіміне аталған прокурордың көмекшісі өзінің күмәнін келтіріп, енді противоречие жасап отыр да. Нақты қай шешімін айтып отырсыз? Нақты істің жаңағы бейне жазбаны iPhone 14 Pro Max Әділжан, куәгер Әділжанның телефонына жазылған бейне жазбаның заңсыз деп тануға негіз жасап отыр ғой өзінің пікірлерімен. Істі сотқа жіберер кезде прокурор тарапы ол шешіммен келіскен, ол дәлелдеме ретінде танылған, заңды деп танылған және іске тіркелген. Сол себепті, құрметті сот, мен өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Құрметті сот, Қали Ахметтің мүддесінде адвокат Мұрқасымбаев. Әріптесіміздің өтінішін қанағаттандыруды сұраймын. Мемлекеттік айыптаушы жаңа шатастырып, Нұрымов пен Қаржаубай екеуі бір адам деп, Ғайыпбаев пен жаңағы Қаржаубай екеуі бір адам деп айтып отыр. Екеуі де жәбірленуші. Ол екеуі екі бөлек адам. Соған қатысты жаңа сұрақтарыңызда сізде бірінші Қаржаубайдан кешірім сұраған жоқ деді, артынан сіз Ғайыпбаевтан кешірім сұрады, екеуі бір адам деп түсіндіріп отырсыз. Сондықтан біз өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Адвокат Қалиева, Аскентай Дарханның мүддесінде. Құрметті сот, мен қазіргі кезде прокурор ханымға жаңағы осындай бұл іске отвод тоже жариялаймын. Неге десеңіз, сіз өзіңіз жаңа кешіңіз, мен ол кісіге қаратып айтпай, сізге қарап тұрып айтайын. Прокурор өзінің кәсіби біліктілігімен істі зерделемеген деп есептеймін. Өйткені жаңағы менің қорғауымдағы Әскентай Дарханның айтқандары бойынша кастетке қатысты Әскентай Дарханның дене жарақатын алғаны туралы, ол туралы іс бөліктенген. Ол және осы іске тіркелген, оның тізімі де осы істің ішінде бар. Сондықтан да егер прокурор толық оқыған болса, істі зерделеген болса, қазір мына жерде орынсыз сұрақ болмас еді. Ал менің қорғауымдағы Әскентай Дархан дене жарақатын ала салып ауруханаға түскен жоқ. Оған әрине полицияның тарапынан да бірталай кедергілер болды. Өйткені біздің қорғауымыздағы адамдарға, әсіресе менің қорғауымдағы Әскентай Дарханға көпшілік, жалпы полиция тарап болсын, прокуратура тарап болсын, бұларға тек қылмыскер ретінде ғана қаралды. Сол больницаға жатқызудың өзі бізге оңайға түскен жоқ. Сол себепті де өз уақытында қаралмай, бір айдан өтіп кеткеннен кейін ауруханаға врачтарға алып барып, жаңағы мына бетінің сүйегі толық түсіп кеткен, сүйегі үгітіліп кеткен, бірден ауруханаға жеткізгеннен кейін Қонаев қаласында дәрігерлер емдеп, опа жасап, қазақша орысша айтқанда операция жасағаннан кейін бір жеттен артық 10 күннің көлемінде ауруханаға жатып, шыққаннан кейін де бұл баланың денсаулығы дұрыс болған жоқ. Ал тергеуші дер кезінде жаңағыдай біз туралы жауабымызды айтты. Иә, мен қазір енді мына жәбірленуші тараптың өкілдері бар, жалпы отырған қоғамдық қорғаушылар бар. Бәрі және құрметті сот енді түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Сондықтан да бұл іске қатысты екінші сұраққа айналып келмеулеріңізді сұраймын. Іс бөліктенген істе бар. Қарсылық бойынша қарсылыққа мен әріптестерімді қолдаймын. Жақсы, жалғастыра беріңіз. Сот қорғаушы Бабажанова. Мен енді өзімнің әріптесім Гаухарды нақтылап кетсем, мына үзіліс кезінде 28-29 бұл кісіге ескерту жасалған мемлекеттік айыптаушыға. Ол сол кезде өзінің аузынан шыққан, біз жәбірленушілермен бір жақтымыз деп. Біздің санауымыз бойынша бұл объективті қаралуға мүдделі емес жақ, айыптаушы жақ. Теңдей қаралу керек, құрметті сот. Сотталушы жаққа емес те, жәбірленуші жаққа емес те. Сол үшін мен қарсылық білдіремін мемлекеттік айыптаушыға. Қорғаушы Абенов. Құрметті сот, мен әріптестерімді қолдаймын. Прокурорға сенімсіздік білдірген. Ал бірақ Әділжан әкелген жаңағы бейне жазбалары бойынша мен ойлаймын, ол қателіктері, заңға қателіктері жеткілікті, сондықтан оны мен болашақта оны дәлел қатарына алып тастауды сұраймын. Ол бөлек. Қарсылық қолдаймын. Тағы қосатыңыздар бар ма пікірлеріңіз? Құрметті сот, мен де әріптестерімді қолдаймын. Қарсылық білдірем. Бұл кісі жаңа прокурорымызға эмоцияға бөлініп кетіп жатыр, қатты. Қатты эмоцияға бөлініп, өзін тоқтатамай жатыр. Сол себепті мен қолдаймын әріптестерімді.
Так, Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің 24 бабында сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы істің істі дұрыс шешуге қажетті және жеткілікті мән жайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін заңда көзделген барлық шаралар қолдануға міндетті дейді. Бұл жерде іс бойынша күдіктіні айыпталушыны сотталушыны әшкерелейтін де, ақтайтын да, сондай олардың жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін және ауырлататын мән жайды анықтауға жатады дейді. Бұл жерде біз қарап отырғанымыз мемлекеттік айыптаушы тек қана бір сарында, айыптау сарында ғана істі тергеу жүргізіп жатыр. Осыны ескеруіңізді сұраймын. Әріптестерімнің өтініш хатын қолдаймын. Микрофон беріңізші. Әскентай Дарханның әпкесімін, мына қызға мен айтарым, Өзіңіз ат жөніңіз. Байылхан Бақытжан, айтарым мысқылдап отыр. Бұл өте қиын жағдай. Біз бала өлгеннен кейін осы уақытқа дейін ештеңе айтпадық. 27 күн сіздің саусағыңыз бір күнде қандай болады сынған кезде? 27 күн бүктетіліп жатты ғой. Халық қарап отыр. Немене, ойбай прокуратура қарап отыр, төбеден қарап отыр деп больницаға жібермеді, даже ріңдеп кетті ғой мына жері. Мынау сүйегі полный сынған, қазір пластмасс, бет сезбейді. Жоқ, қарсылыққа байланысты. Қарсылық, мысқылдамасын. Бізде оңай жағдайда отқан жоқпыз. Мысқылдап сөйлемесін, іштей сөйлеп отыр. Шоковый состояние деп. Біз әрең отырмыз. Просто бала өлгеннен кейін біз үндемей отырмыз. Біздің де жағдайымыз мәз емес. Тағы да қорғаушылар айтатындарыңыз бар ма? Сотталушылар. Қорғаушылар. Жақсы. Өзіңіздің пікіріңізді тыңдайық осыған байланысты. Жоқ, бірінші өзін тыңдайық. Жақсы. Барлық айтылған бар. Бірінші негізден бастайық, құрметті сот. Ең бірінші қылмыстық процесс, микрофон берсеңізші. Ең бірінші прокурорға қарсылық білдіру, ол қылмыстық процесс кодексінің 88-87 баптарында көрсетілген ол жерде негіздер. Және бұл жерде барлық қорғаушылардың айтып тұрған негіздері қарастырылмаған, құрметті сот. Сол үшін бұл негізсіз деп санаймын. Екінші, процессуалдық емес тәртіп бойынша, қорғау жәбірленуші тараптың өкілдері келгені рас. Ол жерде 4-5 секунд қана тұрды, ол кісілер сұрақтарын аяқтап та үлгерген жоқ ол жерде. Мен оларға нақты жауап беріп те үлгерген жоқпын. Келгендер рас, енді мен ол кісілердің іс-әрекеттеріне жауап бермеймін, дұрыс қой. Үшіншіден, видео заңдылығына күмән келтірді дейді. Мен ешқандай күмән келтірген жоқпын, тек ол жедел уәкілдің іс-әрекетін ғана сұрадым, нақты заңға сәйкес па, емес па деп. Төртінші кім айтты бізде? Зерделемеуге байланысты, егер де мен қылмыстық істі зерделемесем, қазіргі таңда мен айыпты қалай қордап отырмайтыншы соны? Қалай қолдап отырмын? Сұрақ қоймай қойыңыз, өзіңіз. Ол шындыққа жанаспайды, құрметті сот. Онан кейін эмоциялық жағдайда екенін қайдан біледі, күнделікті тұрғыда менің жай күйімді қайдан біледі бұл кісілер? Күнде мен тұрып жүрген жоқ қой? Мен қарсымын, құрметті сот. Және бұл айтылған негіздердің ешқайсылары қылмыстық процестік кодексінде қарастырылмаған. Сол үшін қанағаттандырудан бас тартуыңызды сұраймын. Рахмет. Біз жәбірленушімен бір жақтамыз деп айттыңыз ба? Айыптау тарапы деп айттым, құрметті сот. Айыптау тарапы, өйткені бұл жәбірленушілерде айыптау тарапына жатады деген мағынада айтылды. Жақсы. Одан кейін, құрметті сот, мұнда Жетісу облысының прокуратурасының қызметкерінің қатысуына қарсымыз деп айтылды жаңа, қорғаушымен. Бізде ресми түрде түскен тапсырма бар, бас прокуратурадан мені қатыстыру бойынша. Керек жағдайда біз өткізе аламыз оны. Рахмет. Сізде бар ма айтатыныңыз? Жоқ, мемлекет. Құрметті сот, әріптесімді мен толығымен қолдаймын. Шынымен де қылмыстық процесс кодексінің 89 бабына сәйкес ол жерде нақты негіздер көрсетілген, яғни прокурор бас тарту негіздері. Алайда қазіргі таңда қорғаушылармен келтірілген уәждер аталған бапқа сәйкес келмейді. Осыған байланысты бұл өтініш хаттарын негізсіз деп танып, бас тартуын сұраймыз. Басқа жәбірленушінің өкілдері. Құрметті сот, біз бұл өтініш хатты қанағаттандырудан бас тартуын сұраймыз. Себебі қылмыстық процесс кодексінің 88 бабында нақты көрсетілген прокурорға қарсылық, қылмыстық процесс кодексінің 88 бабындағы мән-жайлар орын алғанда
болады деп. Ал 87-ші бапта нақты көрсетілген, тізбесі көрсетілген, қандай шарттармен, қандай талаптармен қарсылық келтіруге болатыны. Яғни ол жерде эмоциялық күй деген басқа, ұнамайтын сұрақтар қойған бойынша деген тізбекте жоқ. Сондықтан бұл өтініш қатты қанағаттануын бас тартуды сұраймыз. Не процессуалдық контакт ретінде айтатын болсақ, біз барғанымыз рас, мен бір өзім жеке барып су бердім, оның бәрі іске қатысты емес. Процессуалдық шешім қабылдау үшін барып жатқан жоқпыз. Іске қатысты болмағандықтан бұл негізсіз деп санаймыз. Қазір бар ма айта алатындарыңыз? Құрметті сот, жәбірленушілердің өкілі адвокат Мұстапаев, мен де толығымен қолдаймын қарама қарсы әріптестерімнің өтініш хатын қанағаттандырусызды сұраймын. Яғни айтылып отқан мемлекеттік айыптаушы тарапынан қойылып жатқан сұрақтардың барлығы орынды деп есептеймін. Ешқандай қысым көрсетіліп жатқан жоқ, оны барлығымыз көріп отырық. Эмоцияға беріліп отырған жоқ. Сонымен қатар жаңағы процессуалдық контакт бойынша біз шын мәнісінде айыптау тарапына жатамыз. Бірге позициямызды пысықтауымызға да болады, құрметті сот, ол заңмен көзделген. Сондықтан бұл жерде ешқандай заңға қарама қайшы келетін орын алып отырған жоқ деп есептеймін. Сол себептерден өтініш хаттарын қорғаушылардың қанағаттандырусы қалдырып сұраймын. Сот шешім шығару үшін кеңесі бөлмесіне шығады. Орындарыңыздан тұруларыңызды сұраймын. Сот келе жатыр. Қаулы жарияланады. Қаулы 2025 жылғы 6 мамыр, Талдықорған қаласы. Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты құрамында төрағалық етуші судья Жанұзақов, сот мәжілісінің хатшысы Файз Рахманованың, мемлекеттік айыптаушылар Алматы облысы прокуратурасының басқарма прокуроры Құрақбаевтың және Жетісу облысы Талдықорған қаласының прокуратурасының бөлім аға прокуроры Сәрсенбайдың, жәбірленушінің өкілдері адвокаттар Миязов, Мұстапаев, заң кеңесшілері Шекеев және Амандосұлының, сотталушылар Тоқтаубаев, Шынасыл, Сакиев, Белғожаев, Аскентай, Ильясов, Қалиахмет Ысқақтың, кәмелетке толмаған сотталушы Ысқақтың заңды өкілдері Отарбаева және Отарбаевтың, сотталушылардың қорғаушылары Жунусова, Еспергенова, Абилдаева, Кемелбекова, Байлхан, Сейдипасова және адвокаттар Бабажанова, Баймұханова, Абенов, Бөленбаев, Садибеков, Калиева, Ержанов, Мырқасымбаев, Килибаев, Кабылов, Орынбаеваның, сот приставтары Макулов, Жұмасыл, аудармашы Тоқтабаяновның қатысушыларымен басты сот талқылауында ашық сот отырысында Шынасылды Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтарымен 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтарымен 293 бабының 3 бөлігімен Сакиевті қылмыстық кодексінің 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтарымен 293 бабының 3 бөлігімен Тоқтаубаевты қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен 188 бабының 1 бөлігімен Белғожаев, Аскентай, Ильясов, Тоқтаубаев, Қалиахметті қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен Ысқақты қылмыстық кодексінің 434 бабымен айыптау туралы қылмыстық істі қарап сот қаулы етті. Адвокат Ержановтың мемлекеттік айыптаушы Сәрсенбайға қарсылық білдіру туралы өтініш хаты қанағаттандырудан бас тартылсын. Қарсылық білдіруді қабылдамау немесе қанағаттандыру туралы қаулы шағым жасауға прокурордың өтініш хаты бойынша қайта қарауға, наразылық білдіруге жатпайды. Қаулымен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтініш хатына немесе сот актілеріне кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтініш хатқа наразылыққа енгізілуі мүмкін. Отыруларыңызды сұраймын. Сот осы қаулы бойынша түсіндірме жасайды. Яғни қорғау тараптың мемлекеттік айыптаушы Сәрсенбайдың қылмыстық іс бойынша сотталушы Аскентайды шатастырып сұрақ қойып отырғандар оның Жетісу облыстық прокуратурасының қызметкері болғандықтан іске қатыса алмайтыны, сонымен қатар іс бойынша жәбірленушінің өкілі ретінде қатысып отырған адвокат Ажигалиевамен сөйлесіп тұрғандарын көргендерін, сол кезде Сәрсенбайдың оған сөйлеспеу туралы жасаған ескертуіне біз жәбірленушімен бір жақтамыз деп айтқанын, Сәрсенбайдың эмоцияға беріліп өзін ұстай алмай отырғанын, мысқылдап отырғанын, істің
Қорытындысы бойынша сотқа жолдау кезінде прокурордың іспен танысып тіркелген барлық дәлелдемелер заңды деп танылғанын, ал Сәрсенбай ауруханада жатқан Гайпаевты түсірген бейне жазуды заңсыз деп айтуын, істі прокурор зерделемегенін есептейтін. Кастет қолдану бойынша іс жеке өндіріске бөлініп шығарылған, осыған байланысты мемлекеттік айыптаушы осы іске тікелей немесе жанама түрдегі мүдделі деп санауға негіз болатын көрсеткен қорғаушылардың өтініш хаты қанағаттандырылудан келесі себептермен бас тартылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 87-88 баптарында нақты қандай жағдайда мемлекеттік айыптаушы іске қатыса алмайтынын көрсетілген. Мұндай жағдайлар сотпен анықталған жоқ. Сонымен қатар бас прокуратураның үкімімен бұл іс бойынша мемлекеттік айыптауды қолдау туралы жүктелген. Сәрсенбайға ал істі қарау кезінде мемлекеттік айыптаушы ол осығанға дейін қабылдаған шешімдерімен байланысты емес. Ол өзі сотқа қатысып отырған кезде дәлелдемелерді өз еркімен заңсыз деп тануға құқылы, егер ондай жағдайлар анықталып танылып жатса. Ал басқа мән-жайлар бойынша мемлекеттік айыптаушы Сәрсенбайдың бұл іске қандай да бір мүдделілігі тікелей немесе жанама қатыстылығы анықталып отырған жоқ. Сондықтан сот қарсылық білдіру туралы өтініш хатты қанағаттандырудан бас тартты. Сот отырысын жалғастырамыз. Сотталушы Әскентай. Мемлекеттік айыптаушылар сұрақтарыңызды қойып беріңіздер. Рахмет. Құрметті сот, жаңағы өтініш хатқа дейінгі қойған сұрағыма мен әлі жауап алмадым. Сұрақ қойылды. Сіздер көлікке отырып, кетіп қалсаңыздар, дүкенге қайта айналып келмесеңіздер, оқиға орын алар ма еді деген сұраққа кеп тоқтағанбыз біз. Және оған әлі жауап алынған жоқ. Мен оны білмейді екенмін, прокурор ханым. Ол сұраққа. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Менде әзірше жоқ. Сұрақ бар. Қойыңыз. Сотталушы Әскентай, айтып беріңізші, сол күні сіз қанша алкогольдік ішімдігін іштіңіз? Және қашан? Мен сол күні екі бутылка кружка свежий ішкем. Дүкен алдында ма? Дүкен алдында бірге бәрін есептегенде. Дүкенге бармай тұрып іштіңіз ба? Дүкеннің алдына бармай тұрып, мен дос балам екеуміз 2 литр сыраны бөліп ішкенбіз. Сіз мына Тоқтабаев Нұрболды 2016 жылдан бері танимын деп айттыңыз. Дұрыс қой? Жалпы қаншалықты жиі сіз кездесіп хабарласып тұратынсыз? Біз Нұрболмен арасқаннан кейін біз күніне бір уақыт өзіміз жолығып тұрамыз. Күн дегенде? Иә. Сол күні оқиғаға дейін сіз Тоқтабаев Нұрболмен қашан хабарластыңыз? 5-тен кете бір хабарласқам. Не туралы сөйлестіңіз ол кезде? Жай қал жағдайын сұрап, оны звондап, маған машина жуып қайтайық деп звондады, сол моментте сол кездерде сөйлескен. Сіз мынандай сұраққа жауап беріңізші. Сол күні сіз неге тек сол Тоқтабаев Нұрболға хабарластыңыз? Болған оқиғада айтып. Өйткені мен Нұрболмен өзім сөйлескеннен кейін, көп сөйлескеннен кейін, мен Нұрбол машинамен жүргеннен кейін, мен сол мақсатта звондап Нұрбол шақырдым. Сол күні дүкенге сізді Тоқтарбай Еркебұлан кассасыңыз әкелді, дұрыс қой? Иә. Сіз оған неге хабарласпадыңыз? Ол үйіне асықты, оның мамасы анасының туған күні болған соң, ол үйіне асығып кеткен соң, 12-де поздравить етем деген соң. Сол моментте, сол уақытта мен оған звондаған жоқ. Төбелес барысында Шерзат қалай қашқан және кімнен қашқан нақты айтып бере аласыз ба? Оны мен білмейді екен, құрмет. Көрмедіңіз ба? Мен оны көрген жоқпын, бірақ мен оны ұрып жіберіп, сол қараңғы жерге қарай шегінгенін байқадым. Сол уақыттарда ғана білемін.
Ал мына бірінші Тоқтабаев Нұрбол дүкен келген кезде екеулеріңіз кетіп қалдыңыздар ғой, дұрыс қой? Содан кейін қайтып келдіңіздер. Сол кезде тұрған сәттен бастап Мерседес-Бенз Нұрболдың достары келгенше дейін қанша уақыт болды аралығы? Жарты сағат па, бір сағат па? Бір 10 минут шығар асып кетті. 10 минут. Сол 10 минут ішінде сіз білдіңіз бе олар келетін туралы? Жоқ, мен білген жоқпын. Жалпы Нұрболдан сұрадыңыз ба қазір? Кімге звондады? Ол кіммен сөйлесті? Нұрбол бір жағынан өзінің жұбай әйелімен сөйлесіп тұрғаннан кейін, бір жағынан біреулермен сөйлесіп тұрған, мен көп мазасын алған жоқпын. Мен өйткені өзім басқа жерде тұрдым. Телефонда сөйлесіп жатқаннан кейін мен оның қасына барып, кіммен сөйлесіп жатсың деп мен оны айта алмадым. Сол кезде қанша, сіздің сөзіңіз бойынша 10 минут дедіңіз, сол кезде сол аралықта Нұрболға сіз айтпадыңыз ба? Қайтайық жүр. Не болмаса заңды түрде полиция хабарласайық деген секілді. Оны бірінші келген кезде біз Нұрбол өзі айтты. Оны айтты, полиция туралы, скорый туралы айтты. Біз өзіміз қайтайын деп жатқанбыз. Оны аяқ асты, балалар бізді көріп тоқтап қалды ма, кек қалды ма, мен қайдан білемін оны. Аяқ асты келді, балалар әңгімелесіп тұрды. Төбелес сол моментте бастап кетті. Сіз мына жаңа берген жауабыңызда, яғни төбелес басталмай тұрып, Нұрымов қар жабып пышақ алып шықты дедіңіз магазин алдында, иә? Осы жерде сіз нақты айтыңызшы. Пышақты ол сол кезде алып шықты ма? Болмаса немесе төбелес басталғаннан кейін бе? Біз сол екінші келіп, сол ақшаны төлегенімізді көрсететін уақытта мен Нұрғанатпен сөйлесіп тұрған кезде алып шықты пышақты. Құрметті сот, әзірше сұрағымыз жоқ. Қоя беріңіз сұрақтарыңыз. Жәбірленушінің өкілдері бар ма сұрақтарыңыз? Уақыт 13 сағат болды. Сот үзіліс жариялайды. Жалғастырамыз 14 сағат 30 минутта.